Сәлем достар, бізде бар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, şimdi бүгінгі мен видеом өте қызықты болады, себебі қазір мен сіздерге влог түсірейін деп жатырмын. Бұл влог менде өте өзгеше болады, өйткені бүгін осы влогта мен Мұстафаның түрін көрсетемін, және де бүгінгі Мұхамеджанның туған күні болады. Мен сіздерге негізі инстаграмда вообще бұрында да айтқанмын, Мұхамеджанның туған күні болған кезде Мұстафаның түрін көрсетемін деп. Сол үшін енді бүгінгі күнде жетті. Бүгін енді қазір көрсетемін. Кішкене видеоның ортасына қарай көрсетемін. Сіздер міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Сол үшін мен енді қазір Мұхамеджанның туған күніне дайындалып жатырмыз. Кеше, яғни воскресенье күні Мұхамеджан достарымен атап өткен, оны вообще бөлек блог қылып Аружандар шығарады. Мұхамеджан өзі шығарады өзінің каналына. Ал вот енді отбасымызбен қалай атап өткенімізді, және де Мұстафаның түрін бүгін менің осы блогымнан көре аласыздар. Сол үшін дәл қазір міндетті түрде достарыңыз шақырып, чатты толтырып, короче, адамды көп қылып просмотрды 1000 қылыңыздар, 1000 дегенде көп қылыңыздар. Олай болса, мен осы влогымды бастаймын. Ал кешіктен екеуміз бастаймыз. Кеттік. Біз енді блогерлер болғандықтан бірінші шортс түсіруіміз керек. Сол үшін міне қараңыздар, осындай бізде оформление. Бізде мынандай шариктермен бірінші оформление болып жатыр. Негізі істемейтінбіз, но енді Мұхамеджан үшін осылай істеп жатырмыз. Қараңыздар, осындай серебряный 10 деген. Мына жерде шариктер бар. 5 шарик көк, сары, золотой, яғни ақ, сұр және қара. И осындай прям мына жерде отражением көрініп тұр, қараңыздар. Осындай прям өте әдемі. Мынандай шариктер деп тұр. Бұны мен жаңа ғана мектептен алып келдім. Мектептен деген кезде, мектептен шыққаннан кейін үйдің қасында осындай бір күшті оформление жасайтын жер бар. Солардан алып келдім. Қазір енді ең бірінші біз шортс түсіреміз. Сол үшін столды әкеліп, мына жерге қазір Мұхамеджанды отырғызып, видеоларды түсіреміз. Сол үшін біздің шортстарымызды өткізбеңіздер. Торт бізде мынандай, короче, мына жерде сары. Но мама қандай? Пупи пай или молочная девочка? Банановый. Мындай какой-то штука. И 10 деген осындай свечки. Қазір осыларды ашып, үрлетеміз, короче, Мұхамеджанға. Еще Мұстафаның түрін көрсетемін, достар. Айтпақ Мұхамеджанда көрсетеді. Бүгінгі 2 видеодан да көрсетеді. Енді біз мыналарды, короче, тортқа ілеміз. Бірінші бізде бір. Осындай бір. Енді екіншісі. Міне. Осындай. Такс. Мынаны қалай? Мам, бүйтіп береміз ғой, типа. Мына жағынан. Анда әдемі жақтан тұрсың. Нормен бірді жабыстырып қоймайды. Страшно. Күшті. Все? Қараңыздар. Өте хорошо выглядит. Короче, без бірінші, конечно, тортты үрлеуіміз керек. Мен өте қорқамын, если честно. Потому что, блин. Короче, мен қазір үрлеп алайын, сосын сіздерге келемін, хорошо? Достар, мен, короче, жағып алдым. Қазір мен Мұхамеджан, көзіңді жұмып келші. Көзіңді жұмып. Ол көпес нәрсені жұматын нәрсе бар кетті. Давай. Мен туған күнімде бір рет нормально жатуға бергенде. Окей, қалды. Кел, отыр мына. Мына жерге отыр, столға. Мұхамеджан, сенің бүгін туған күнің білесің ғой, Иә. Біз сені қатты жақсы көреміз. Дайынсың ба? Телефонды аш. Туған күнің
Міне, давай, әрле. Артыңа. Вау. Міне осындай, короче, торт пісірім. Мұхамжан үрледі сөйші сылжын. Давай, Мұхамжан, арма саған. Қазір біз тағы да осы фонда көп суреттер, шылар түсіреміз енді. Мұхамжанның контент үшін. Вот, осындай бізде пока что бірінші поздравление болды. Ал Мұхамжан құлады болма. Ұнады ма? Мұхамжанға ұнады, короче. Қазір енді шортстар түсіреміз. Сау. Все, достар, біз барлығын түсіріп болдық. Міне осындай бізде шариктер мына жерде. Короче, офигенный болып тұр енді. Жақын арада енді біздің шортстарымыздан көресіздер барлығын. Шортстар вот осындай болып шығады. Мұхамжанның да каналын өткізбеңіздер, өйткені ол жерде Мұхамжанның туған күніне бүкіл подробностьтер бар. Өте қызықты влогтар шығып жатыр. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Кстати, менің Мұхамеджанға, вообще бүкіл отбасымыздың Мұхамеджанға не сыйлағанын көру үшін, ол тоже Мұхамеджанның каналында. Достар, міне осындай біз тағы да оформление жасап алдық, короче. Жаңағы шариктерді басқа жерге залға, короче, істеп тастадық. Тура жаңағындай, міне осындай. Енді Мұхамеджанның видеосын түсіріп алдық, сол үшін қазір енді Аружан өзінің видеосын түсіреді. Қазір сіздерге көрсетемін. Ой, Мұхамеджанға папам тілек айтады. Ал, давайте. Көрсете берсей, ана. Ой, иә. Ал, Мұхамеджан, туған күнің құтты болсын. 10 жасың зор жас болсын. Зор жас. Иә. Ғұмырыңды Алла тағала жақсылыққа, берекеге, молшылыққа толы етсін. Иә. Әпкелеріңе, қарындастарыңа мейірімді бол. Ата-анаңа жақсылығыңды көрсететін перзент бол. Көрсетемей. Құдайыңа құлшылық ететін пенде бол. Пенде бол. Иә. Сен туралы мұғалімдерден кейде жалобылар келеді. Не только Мұхамеджан апайлардан. Кімдерден? Ата-аналар звондайды. Балаңыз өйтіп қойды, балаңыз бүйтіп қойды деп соңғы. Қыздардан да. Сол басқа да жерлерде, үйде өте жақсы бала болып жүр. Енді сен Құдайдан сұрап алған інің бар. Өзімде. Иә, сол ініңе енді сен жақсы заттарды, жақсы дүниелерді көрсетуің керек қой. Көрсетем. Ол қалай көрсетесің өзің күнде мектепте барып? Әртүрлі нәрсе жасап келсең. Білемін. Не жақсы екен. Иә, не жақсы, не жаман екенін білсең, жаман заттардан ұзақ бол. Жарай ма балам? Туған күнің құтты болсын, әке бетті. Қасын көрсетесіз, ше. Көрсетіп қояйын енді. Достар, все түсіре берейін ба, сіздерге көрсете берейін ба, мына жақта жатыр Мұстафа ұйықтап жатыр, потому что біз жаңа видео түсірген кезде Мұстафа шыдамай ұйықтап қалды. Все, түсірем. 1, 2, 4. Бірінші көзін көрсем, ал енді миллион лайк жинаңыздар. Все, короче, міне осындай бізде мальчик мынандай ұйықтап қалды енді, өздеріңіз көріп тұрғандай. Жаңа бүкіл шортстар видеоларға шыдамай, уже ему прям уже шаршап жатыр, хотя енді басталды бұның барлығы, енді басталды. Міне. Все, міне енді көре алмай жүрген балаларыңыз осы. Сіздердің ожиданияларыңыз оправдывать етті ма, соны жазыңыздар. Ұйықтай бер. Ұйықта, пожалуйста, оянба. Болды, ұйықтап жатық. Болды, ұйықтап қалды.